Жүре ғой шырағым, біраз айналаны қарап шығайық. Жарайды ата. Балам, ана өрмекші көремісің, не істеп жатыр? Иә, көремін ата. Өрмекші өрмек тоқып жатыр. Ал енді шырағым, мына кішкентай құмырсқа не істеп жатыр? Ата, ол нан ұсағын арқалап кетіп бара жатыр. Енді жоғарыға қара, не көрінеді? Жоғары қарлығаш ұшып бара жатыр. Аузына кішкене тістеген шөбі бар. Шырағым, енді сен мені жақсылап ұғып ал. Әр айтқан сөзімді жадыңда сақта. Жарайды ата. Олай болса шырағым, ол кішкентай жәндіктер саған әбірет. Өрмекші маса шыбынға тұзақ құрып жүр, ұстап алған соң өзіне азық етуге. Ата, әбірет дегеніміз не? Шырағым, әбірет дегеніміз үлгі-өнеге деген сөз. Қарашы, немерем, мына құмырсқаны, ол нан ұсағын тауып үйіне алып қайтып барады. Неге өзі жемейді ата? Өйткені ол отбасы үшін еңбек етеді. Бұл үлгі. Ал қарлығаш балапандарына ұя істеуге шөп жиып жүр. Жұмыссыз жүрген бір жан жоқ. Сені де Құдай тағала бос жүруге жаратпаған, жұмыс істеуге, еңбекқор болуға, жақсылық жасауға ұмтылу керек. Ата, әрбір айтқан сөзіңді ұмытпаймын. Досым, сен де бұл сөздерді ешқашан есіңнен шығарма. Жақсылық жасауға ұмтылайық.